Dostlar, birinchi pishiradigan bo'lamiz. Suvdan o'ta oңай және қолжетімді заттардан. Birinchi pishiramiz. Оған керегі осындай ыдыс, жылы су, ұн, жұмыртқа, тұз, сода қажет болады. Алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқамызды жарып алып, оны жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұз саламыз. Шым-шым тұз салып, араластырамыз. Су құятын боламыз, қазір жылы су. Енді жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның іртегіш жазып аламыз. Сосын ұн саламыз. Ұнды бір кесе су құйдық, бір кесе ұн саламыз. Енді ұнын жақсылап араластырамыз. Сәл қоюлау қимақтың десертіне қолданатын не сияқты шығады. Достар, каналға жазылып кетіңіздер, қолдау ретінде. Араластырамыз. Енді бір кесеге қайнаған су құйып аламыз. Оған сода араластырамыз. Соданы шай қасықпен сасаңыздар да жетеді. Араластырып көпірік шығады. Осы суды енді ыдысымызға құйып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Мінеки көрдіңіздер, сода су бен араластырған соң өте күшті сұйықтық шықты. Осындай болу керек сұйықтығымыз. Бізге тапа қажет.